Пиндода адрес тіркеу. Ең алдымен сіздерге әрқайсыңызға осындай адрес берілетін болады. Бұл Қытай складының адресі. Осылайша міне Пиндода кіресіздер, мына сұр белгінің үстін басамыз. Басқаннан кейін адрес енгіздіру, яғни астына қызыл иероглифтің үстін басамыз. Разрешить вставку дейміз. Қызыл иероглифті басамыз. Басқаннан кейін жоғары тұрған жері К42 деп жазамыз. Ең астына әрқайсыңыз есімдеріңізді. Мына К42 деп ставить етіп аламыз. Одан кейін есімдерімізді, номер телефоны, мысалы Сымбат. Одан өтір қоямыз. Номер жазамыз, телефон номерімізді. Өтір қоямыз. Одан кейін қаламыз жазамыз, мысалы Алматы қаласы. Өтір қоямыз. Әрқайсына жеке код беріледі, мысалы менікі 0770. Осы кодты жазамыз. Әрқайсымыз өзіміз жеке код алатын боламыз. Қызылды басып сохранить етеміз.